Қазақстанның көне қалаларының бірі болып саналады. Қаламыз біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда салынған Ұлы Жібек жолы бойларында орналасқан көне қалалардың бірі. Тарихи деректерге сүйенетін болсақ, шым жердің қабаты, шым қыртысы, кент, қала, шаһар деген мағынаны білдіреді. Шығыс деректерінде шимен сөзі жасыл алқап, жасыл жайлау деген мағынаны да білдіреді. Дорогие ученики, дорогие учителя, рада приветствовать вас на открытии нашей декады. Не секрет, что интерес к экономическим наукам в последнее время возрос. Поэтому не случайно и государство, а в его лице НПП «Атамекен» предложило курс «Основы предпринимательства и бизнеса» для 10 и 11 классов. Каждый из нас имеет какое-то хобби или увлечение. Почему бы его не монетизировать и не превратить в прибыльный бизнес? И не надо волноваться вопросом, в каком возрасте начинать и почему. В 12-летнем возрасте он продал свою первую видеоигру за $500. А сейчас Илон Маск – это известный американский предприниматель, изобретатель, миллиардер. В 62-летнем возрасте полковник Сандерс открыл свой первый бизнес – жареный цыпленок из Кентукки. А сейчас это знаменитая сеть ресторанов KFC, которые популярны и у нас. Поэтому начинайте и дерзайте. Саламатсыздар, Ақпан Батыр атындағы жалпы орта мектебінің тарих пән мұғалімі Тұрсынбаева Гүлбаршын Мұратқызы. Жалпы Шымкент қаласының 19 ғасырдан бері көрікті мекендерінің бірі орталық саябақтар. Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармония аясында орналасқан Абай атындағы демалыс және мәдени саябақ, Кеңбаба этнография саябағы, Дендро саябағы қала тұрғындары мен қонақтардың демалу үшін үздіксіз қызмет етеді. В 2011 году в Шымкенте было зарегистрировано 353 рабочих места в промышленности. Из них 74 крупных и средних промышленных предприятий, 243 малых предприятий, 36 вспомогательных предприятий. В городе стремительно началась развиваться химическая, транспортная, горнодобывающая, пищевые и другие отрасли. В августе 2011 года город Шымкент вошел в число лучших ассамблей крупных международных городов и столицы. Наградила мэра Шымкента специальным дипломом 3-го международного конкурса и признана городом СНГ и Евразэс. 1914 жылы қазақ елінің Ресейдің құрамына енуінің 50 жылдық мерейтойы құрметіне орай Шымкент қаласының атауы Черняев болып өзгертілген. Бірақ та көп ұзамай 1921 жылы қалаға өз аты қайта берілді. 2011 жылдың тамыз айында Шымкент қаласы үздіктердің қатарынан көрінді. Халықаралық ірі қалалар мен астаналар ассамблеясы Шымкент қаласының басшылығына 3-ші халықаралық байқауының арнайы дипломмен марапаттап, ТМД және Евразэс қалаларының ішіндегі ең үздік қала атағына лайық деп танылды. Здравствуйте. Город Шымкент ранее считался средневековой крепостью, развившейся до статуса города. Но проведенные раскопки в самом центре города в 2003 году опровергли все эти факты и доказали, что город Шымкент является древним, основанным в период 3-2 века до нашей эры. Шымкент қаласы еліміздегі республикалық маңызы бар қалалардың бірі. Жалпы Шымкент қаласында тұрғындардың саны 2019 жылғы санақ бойынша 1 миллионнан асады. Жалпы қаламызда көрікті жерлер сонымен қатар туристердің келетін жерлері көптеп кездеседі. Бұның барлығын алдағы апталықта барлығына саяхат жасап тоқталып өтетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазақстандағы инфрақұрылымы жақсы дамыған, ірі өнеркәсібі және мәдени орталығы үлкен орталықтардың бірі.
Ұлы жібек жолы бойындағы керуен жолдарының қиылысында пайда болған тарихы бай және мәдениет дамыған бұл шаһар Орта Азиядағы көне қалалардың бірі болып табылады. 11-12 ғасырларда пайда болған деген тұжырымдар бар. Ғалымдар Шымкент туралы, Шымкенттің атауы туралы көптеген пікірлер білдіреді. Жасыл қала, шымды қала, бау-бақшалы қала деген пікірлер айтады. Саламатсыздар ма әріптестер? Шымкент қаласының ел экономикасы 50-80 жылдардан бастап дами бастады. Қалада ірі кәсіпорындар бой түзей бастады. Яғни мақта қағаз өндіретін ірі кәсіпорындар, құрылыс материалдарын дайындайтын ірі өнеркәсіп салалары, заводтар мен фабрикалар, қаракөл өндіретін, цемент өндіретін заводтар іске қосылды. Бұнымен қоса құрылыс материалдарын өндіретін, электроаппараттар шығаратын ірі заводтар іске қосылды. Химия өнеркәсібі де бұл кезеңде өте қарқынды түрде дамыды. Оның ішінде фосфор, шина, мұнай өндіретін заводтар өз қызметін атқара бастады.